Ассаламу алейкум мұсылмандар. Біз кезекті жұмысымыз мынандай шарбақтың дарбазасын жасайын деп жатырмыз. Әдетте біздің ауылда осындай роликпен жылжымалы дарбазаларды құрастырып жасаймыз. Жалпы сол дарбазаның қалай жасалу керек екені жайында қысқаша видео. Жалпы негіздерін айтып түсіндіреміз. Жалпы дарбазаның ашылып жабылу жүйесі мынандай. Ол дарбаза 4 метрге 2 метр. Листтің размері, бір листтің размері 2 метрге 1 метр болғандықтан 4 листтен құралған. Яғни 4 метрге 2 метр. Бой биіктігі 2 метр, ұзындығы 4 метр деген сөз ғой. Бұл андай екі шетінде екі стойка арқылы, екі стойка андай гилевый роликтер арқылы ұстап тұрады. Астында мынандай жылжымалы ролик. Ол ролик 15-тік турбаның үстімен жылжиды. Дарбазаның өзінде есігі бар. Сосын шайлап роликпен жылжып ашылады. Осындай дарбазаларды құрастырамыз. Жалпы біздің ауылда әдетте осындай дарбазаларды құрады. Айтып отқан дарбазамыздың рамкасын құрастырылып қойылды. Рамкасы профильді турба 40-40, қалыңдығы 1,5 мм. Листтің негізгі размері 1 метрге 2 метр. Сол жүйемен 1, 2, 3, 4 лист жатады жалпы. Сосын есігі өзінде болады. Соны мынандай шетінен, мысалы, қазіргі біздегі жағдайда лисіміз 1 метр 2 миллиметр. Яғни мына шеттен мына екі профильдің ортасы 1 метр 2 миллиметр болу керек. Себебі келесі лисіміз осы профильдің ортасында жату үшін екі лист бүйтіп бірігіп көргенде ортасында жатады. Ал мына есіктің айналасындағы профильдері басқа размер болады. Себебі мынау уже қақ ортадан келмейді. Есіктің лисі 1 сантилік тұрады. Қалған 3 сантысы мына жақтан келетін лист жатады. Есіктің лисі 1 сантилік тұрады. Себебі лисіміз 1,5 миллиметр болғандықтан ол көбілген сайын ол уже майысқақ әлсіз болады. Сондықтан азғантай елдіреміз, 1 сантта елдіреміз. Дәл солай, мына жағы да солай. Мына профильге 2-3 мм лист мініп тұрады. Яғни 2-3 мм мініп тұрады, себебі бұл жерге топса қойылады. Воротны жылжыту жүйесі мынандай ролик арқылы болады. Ролик токарный станокта жонылған, арнайы осы шарбақ дарбазаларына. Ролик, вал, ішінде подшипник бар. Сосын заклепка лента тасталған. Мындай ролик. Бұл ролик мынандай күйде істеледі. Яғни 60-қа 40 мм профильді осындай ою арқылы роликті кигізіп, мына жеріне дәнекерленіп, пісіріліп, сол дарбазаның астыңғы бөлігіне дәнекерленеді. Дәл солай арғы шетіне тағы бір өседі. Екеуі осы воротны жылжыту жүйесі осындай. 60-қа 40-ты бір қырын алып тастаймыз. 60-қа 40 профильдің. Сосын осындай бұйым шығарып аламыз да, соған ролигімізді отырғызып, сояқлеп, воротның астына дәнекерлеп тастаймыз. Роликті дәнекерлеудің кішкене білу керек болған жерлері бар. Оған роликке бүйтіп 3 мм электродтар тығып қоямыз, что арасында зазор болу керек. Чтобы
ертең айналганда осы профилимиздин кырларына тиймөө керек. Және де мына топсаны да дәл сондай. Мына 6 мм сымды топсага мындай күйде дәнекерлеп сваркалаймыз. Бұл да есіктің ашып жабылуына, есіктің топсасы ғой жалпы мелкий, майда. Ашылып жабылуына көп әсер етеді, жақсы ашылып жабылуына. Сондықтан мындай 6 мм қылып қаптағанда дәнекерлеп пісіріп, шлифовать етіп, рамкаға сваркаленуге дайын деген сөз. Воротның есігінің замогын қоюдың бір тәсілі бұл мындай тәсілмен қолданады. Қойылатын жерді мескілеп аламыз. Бізде сызылып тұр, бірақ көрінмей ме, көрінмей. 4 бүріштеп, кіріп кететіндей қылып сызып аламыз да, сосын екі шетін кесеміз. Екі шетін кесемізді, екі шетін тек бұлай кеспейміз де, тек бұлай із саламыз, болгарканың тісімен із саламыз екеуіне. Сосын ортасын бұлай қиғаштылып тастаймыз. Сосын екеуін екі жаққа ашып, кітап сияқты сындырып алып тастаймыз. Қазір кесіліп тұрған күйін түсіріп көрсетеміз. Замоктың орнын бұлай кесіп алдық. Яғни мына екі шетін түгел кестік. Сосын мына жағына болгаркамен тек меткі қойдық та, қатты батырып кескен жоқпыз. Мына шеттерін білдіреді. Сосын ортасын қиғаш кесіп тастадық. Енді екеуін екі шетке ашып аламыз. Екеуін екі шетке ашып аламыз да қысқашпен сындырып тастаймыз. Ар жағында теріс айналдырып дәл осы тәсілмен кесеміз. Мына есіктің замогын қоюдың тағы бір айтып кететін нәрсе, есіктің лисін рамкаға приходтамай тұрып затету керек. Орнын тесіп алу керек. Лис жабысқаннан кейін мұны тесу дәл біз көрсеткендей оңай болмайды. Сосын тағы істелген шаруа ролигі қойып, ролигі мынандай видео қойып, айтып жатқан профиліміз рамкаға қойып, сосын бұны үстінен келіп тұрған профилдің дәл астына қойған жақсы. Мына ертең бұлай секіріп дрожжинер ойнағанда арасында тұрса, мынау белбеп майысып кетуі мүмкін. Мынау стойканың үстінде тұру керек. Ар жағы да дәл солай. Ар жағы да дәл осы стойканың астында қойылды. Бұл захват біріншіден мықтан ұстайды, мына жерлерден ұстайды, екі шетінен. Сосын ар жағынан айналдырғаннан кейін ар жағын тағы қиямыз. Сонда өстіп қойып жатырық. Енді листерін жапсырамыз, үстіндегі дугасын дәнекерлейміз. Мына топса қоюдың әдісін үйренеміз. Топсаны жаңағыдай алтылық сым сваркалеп аламыз, және алтылық сымды рамкалеріне қаратып, осылай қойып, өтіп қарағанда мына сыртында штуцер бар, сол штуцер мына екі зазордың ортасына келу керек. Зазорға келетін болсақ, мындай арасына 3-4 мм зазор қойып, струбцин арқылы қысып тастаймыз. Бұл жағында дәл солай. Топсаны дәнекерлеместен бұрын оны алдын ала солидолдап майлап аламыз. Себебі массы дәнекерлеген кезде осы топса арқылы өтеді да, массының тоғы минусы топса арқылы өткеннен кейін ішіндегі мамка папкасы бір-біріне прихваттап қалуы мүмкін. Сондықтан да алдын ала майла жібереміз. Сосын прихваттап қоямыз да, струбциндерді шешіп алып тастап, мынаны есіктің рамкасын өзін ашып көреміз, ашып жауып. Қисық болған жағдайда бұл прихватта тұрғандықтан өзі түзеу жағына қарай бағыттап түзеу алады. Қазір ашамыз да ар жақ бетінен сваркалаймыз. Сосын ашып жауып ойнатып, тағы бетін сваркалап тастаймыз. Воротынымыздың
листерин коюп баштадык. Мына эсиктин лисин койгондо азыр кичкене айтатын жерлери бар. Мына листин өзүнүн топсасынын орундарын оюп кесүү жолу. Яғни листиктин өзүнүн рамкасында турган топсаны 2 сантиметр кылып кесип жогоруга карай кайырып тастайбыз. Ал мына рамкасында турган топсаны мындай 5-6 мм кылып кесип оны кайырмайбыз да түгел алып тастайбыз. Сонда мындай тур чыгат. Мына 2 сантиметр бул эсиктин өзүндө турган топсага келип тирелет. Мына жагы рамкасында турган топсага бетип барып кийилет. Азыр айтып аткан лисимизди топсага уюмдаштырып кесүү түрү мындай. Яғни 2 сантиметр жагы листин воротунун эсигинин рамкасында туратын топсаны былай кийилип данекерленип тасталат. Ар жагында кичкене 5 мм алып тастаганбыз. Мына рамкадагы топсага кирип кетет. Мындай түрү бар. Сосын тағы айтып кететін жағдай, есіктің листін жабыстырған кезде міндетті түрде топсаның жоғарғы жағына мындай картон қағаз қыстырып жібересің, чтобы мына аралықта рамка мен листтің арасында азғантай зазор болуы керек. Есіктің жақсы ашылып жабылуына жақсы әсер етеді. Воротымыздың листтерін жабыстырдық. Листтері мындай күйде жабыстырылды. Қысқаша түсінік айтып жіберейін, түсіруге мүмкіндік болмады. Мындай қырықтық тастарға өзінің рамкасын отырғыздық. Сосын листтерді әр листті 4 шетінен өзінің орындарына қойып, 4 шетінен прихваттап алдық. Сосын воротының орнынан түргелтіп, мындай тіреулер қойып, сосын листті тұрған күйінде бір адам ар жағынан итеріп жүріп, бер жағынан прихваттап жүрдік. Солай воротына тікейтіп қойып, прихватта ұстатқан жақсы болады. Сосын есікке мынандай кішігірім өнерлі сымдарды дәнекерлеп жатырмыз. Және де мындай воротының осы дәрежеге дейінге түсіретін мүмкіндік болған жоқ, сондықтан аз-маз түсінік айтып жіберейін. 2 стойкамен тұрады. Әдетте басында айтқандай 2 ролик арқылы жылжып қозғалады, есігі өзінде. Сосын мындай еңкіті тұрба, үстінде 15-тік тұрбасы сваркіленген. Осындай жүйемен сваркіленеді, және де еңкіті тұрба мындай угольниктер арқылы бекітіледі. Стойканың жалпы түрі мындай Н-образный, Н әріпі сияқты. Жоғарысы мындай гелевер роликпен. Мына жағда дәл сондай жүйе. Сосын есігі өзінде. Есігінде ілгіші бар. Мына сырттан ілдіріп, ар жағынан штуцер шоқтыр, о жағынан білдіруге замок арқылы. Мына жағының мынандай күйі бар. Стойкасын 2 петля қою арқылы, 1 петля, 2 петляны теңкке қағып, еңкітіні сол стойканың ортасына дәнекерленеді. Сосын мына жағы айтып жатқан ілгіштері. Жалпы іштен іліп алады, іштен де сырттан дәлінетін ұстағыштар бар. Мына шеті дәл сондай петлялар, және кеткенде алқалап өтіп кететін ілгіші бар. Осындай жылжымалы вороталарды оңай ашылып жатады, балдарды ашып кете береді. Әрі өте ыңғайлы. Бізде ауылда желдің жылдамдығы өте жоғары, сондықтан книжный ашылатын вороталарды адамдар көп құптамайды. Осындайды қолай көреді. Осындай жалпы жүйесі болса, енді асты бетондалады. Сосын автокөліктер оңай кіріп шыға береді. Сол қандай да бір осындай вороталарға кеңестер болса, немесе жасатамыз деп тапсырыс беретін болсаңдар, хабарласамыз.